Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Көпшілік біледі деп ойлаймын. 31 жылдан бері еңбек етіп келе жатқан денсаулық саласындағы Сәриева Әсетгүлмін. Енді бүгінгі видеода халыққа кішкене сабақ болу үшін айтып отырмын. Көп адамдар мысалы емделеді да, мейлі басқа врачқа болсын, хирургке болсын, басқаға болсын емделеді да, одан кейін ары қарта болды емделдім, біттім дейді да, ары қарта өмірін жалғастырып кете береді. Оны емді ары қарта үйде емдеу, үйде оны тамақты дұрыс тамақтану, жаңағы режимді жақсы ұстау, су ішу, басқа жағдайдың барлығын ары қарта үйде онша істемейміз. Ал енді мысалы мен бүгінгі видеомда сіздерге әдейі сабақ болсын деп көрсетіп кеткім келіп отыр. Мына Нұрсұлтан дейтін жігіт 6 ай бұрын келдің ғой Нұрсұлтан, иә? Иә, 6 ай бұрын келдім. 6 ай бұрын Жаңақорғаннан келдің, иә? Жаңақорғаннан келдім. Жаңақорғаннан келді. Бажасымен бірге келген. Бажасы осы 3-4 жылдан бері жылына 1 рет профилактика алады. Кейбіреу жазып жүрді, бұл кісі сөйлеген кезде 3-4 жылдан бері жазылса ағып келеді деп. Ол жазылып кетті, бірақ та профилактика дейміз ғой, адамның денсаулығын түзету үшін мына 8 күнде жүрмейді ол. 4-5 күн ақ жүреді, 4-5 күн жүреді да, кішкене жаңағы өзінің ем-домын алады да кетеді, өйткені қатты ауырып тұрмаған соң. Ал енді Нұрсұлтан сол кісімен бірге 6 ай бұрын, 6 ай болды дедің ғой жаңа есептеп? 6 ай болды, иә. 6 ай бұрын өте қатты ауырып келген. Нұрсұлтан қай жері ауырып келді, қатты ауырды дейтін болсаңыз, Нұрсұлтан өзің айта қойшы, қандай халде болдың? Иә, мен өзім енді оны сөзбен айтып жете алмаймын былайша келгенде. Қатты тяжелый болып келдім ғой. Тұтығып, қап-қара болып. Өте қап-қара болып келдің, иә. Тамақ жағын сіңбейді, ештеңе іше алмайсың, аппетит жоқ. Бас айналу. Иә, Нұрсұлтанның өзі жеткізуі қиын болып тұр, әрине. Ол мына көпшіліктің бәрінде болады ғой, тамақ сіңбеген деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Жоқ, олай емес. Нұрсұлтанда ішкі құрылысының ауырғаны мына өңештен бастап кәдімгі тоқ ішекке дейін, тік ішекке дейін ауырған ғой, былайша айтқанда. Ауырған кезде кәдімгі асқазандағы мына сілекей қабықшалар болады ғой біздің жаңағы тамақты. Сол сілекей қабықшаның барлығы құрғап кеткен. Содан кейін үлкен дәретке бару ауыр болатын сенде, иә? Ауыр, иә. Үлкен дәретке өте шыға алмайтынсың. Орысша айтқанда запор ғой енді. Содан кейін ішектердің барлығы мынандай очаг дейді ғой. Әр жерде ішектер жара бола бастаған. Сондықтан Нұрсұлтанды емдеп 8-ақ күн емдеп жібердім. 8 күннен кейін өзім қолымнан дәрі жасап бердім ау деймін, иә? Өзім қолымнан дәрі жасап бердім, диетасын бердім, үйде мынандай шөп ішесің, мынандай нәрсені ішесің деп бердім. Мынандай тамақтанасын деп бердім. Енді одан Нұрсұлтан жаман болған жоқ. Бірақ та Нұрсұлтан біраз уақыттан кейін кішкене ауырыңқырап бастадың, иә? Иә. Ауырыңқырап бастаған кезде менімен хабарласып, осы Жаңақорғаннан келетін өзінің таныс туыстарына жасап берген дәріні, шөп дәріні қайттан алдырдың, иә, сен? Иә. Қайтадан алдырып, сол дәріден әжептәуір жақсы болды былайша айтқанда Нұрсұлтан. Дұрыс айтып отырмын ба? Дұрыс. Иә. Енді Нұрсұлтан қазір осы командировкамен осы Алматыға келген екен. Кішкене тамақ үйдегі режим жоқ. Былайша айтқанда, вахтадағы жұмыс қой енді. Үйдегі тамақ жоқ, кішкене тамақты режимін бұзып алған. Одан бөлек сіздерге нені сабақ болсын деп айтып отырмын. Мен мысалы қарадым Нұрсұлтанды, қалыпқа әжептәуір келтірдім. Қалыпқа Нұрсұлтанның келу үшін әлі 1,5 жыл уақыт керек. Ішіңнің бәрі түгел жақсы болу үшін. Және менің айтқанымның бәрін үйде ары қарата орындайтын болсам. Бірақ арасында Нұрсұлтан бүлдіріп келіп тұр. Нені бүлдіріп келіп тұр? Кәнекей, айтшы. Ішті тазалауға бардым. Иә, чисткаға бардым, сізге айтпай. Жаңағыдай, ой, өтті күшті тазалайды, ішкі органдар күшті тазалайды деген екен. Иә. Чисткаға барып, бір күн, бір суткада жаңағыдай су береді екен, лимон, май береді екен. Иә. Мен шамамен ол тазалауды мен біліп отырмын. Бірақ та Нұрсұлтанға сол тазалау жақпайды. Өйткені шырышты қабықтың барлығын, сілекейлі қабықтың барлығын, шырыш дейді ғой, енді сілекейлі қабықтың бәрін орысша слиз дейді. Соның бәрін қалпына келіп жатқан кезде, ана 3 литр су және Нұрсұлтанға керекті шөппен тазаланбаған. Мен біреуді қаралайын деп отқан жоқпын, бірақ ауруға байланысты тазалау керек. Мен өзім мысалы Нұрсұлтанды ондай үлкен тазалауды алған жоқпын. Өйткені оның жағдайы ондай үлкен тазалауға келмейді. Үлкен тазалауды мен де жасаймын. Бірақ Нұрсұлтанды жасайтын болсам, Нұрсұлтанға керекті шөптермен жасаймын. Бірақ оның өзі Нұрсұлтанға ауыр болатын болды. Шырышты қабықтың бәрін
былайынша айтқанда қалпына келтіріп восстановить етіп келе жатқан кезде ол ана сумен алды да барлығын жуып жібердім. Білдің бе? Жуып жібердің. Мен тамырын ұстап қарап отырмын, ештеңемен тексерген жоқпын, тек қана тамырын ұстап қана көрдім. Сол қазір қайттан ауыра бастаған. Нұрсұлтанның ауырғанда өзі біледі. Мынау түрінің жөнделгені, қара жігіт қой өзі, қараның сұлуы. Бірақ түрінің жөнделгені өте қара тұтығып, көзі ішіне кіріп келген болатын. Енді қазір тамырын қарасам, жаңағы өңештен бастап ішкі сілекейлі шырыштар қайттан жоғала бастаған. Сондықтан мына жерге командировкаға келгенді пайдаланып, енді тағы да емге келіп отыр. Нұрсұлтан енді өз қателігін мысалы мен түсіндіргеннен кейін біліп отыр. Қазір мен бұны мысалы кімді Нұрсұлтанды емге алған күнде де мен тазаламаған болар едім. Тазалаған күнде де бұда запор болып жатса, шөп дәрімен айдаған болар едім. Жаңа шырышты қабық орнына келетін болса, адамның ішіндегі нәрсе жылп-жылп етіп өзі-ақ шығады. Көбінесе біз запор неге болады? Ішекте сондай шырышты қабық сілекей аз болады. Сондықтан сілекей алып шыға алмайды былайша айтқанда. Ішекті қорғап тұратын және іштегі нәрсені бүйтіп шылпылдатып шығаратын нәрсе жақсы болмай қалады. Сол воспаление дейміз ғой, ішектің кишечный жаңағы сдотияға алып барады, тағы да басқа ауруларға жаңағы запор болып, сенікінің өзі шыққанда құмалақ болып шығады деп отырсың, көрдің бе? Сонда сенде очаговый жаңағы орындар жарап ала бастаған болатын. Қазір енді қорқыныш жоқ. Нұрсұлтанда дегенменен сәл ғана өзінің ауруын кішкене асқындырып алған. Былайынша айтқанда, білдің бе? Сондықтан саған жаңағы тазалау дұрыс емес деп отырғаным сол. Мен сен келгенде де мысалы тазаладым, тек қана ішекті тазаладым, байқадың ба? Ішекті ішетін бірақ стакан шөп бердім. Бірақ кәдімгі артқы жақтан басқа жолменен тазаладым Нұрсұлтанды. Өйткені оны қалыпқа келтіру керек болды бізге. Ішекті өңештен бастап қалыпқа келтіру болды. Сондықтан мен сіздерге айтар едім, тазалау болсын, басқа ем болсын, білікті маманға барыңыздар. Және сіздің денсаулығыңызға байланысты тазалайтын жолға бару керек. Мен сол туралы айтқым келіп отыр. Енді мына Нұрсұлтанды қазір емдеймін, бірақ ешқандай тазаламаймын. Кәдімгі өзіміздің емменен және мен өзімнің асқазанға, ішекке, өңешке байланысты дәрілерімді жасап беремін өзім. Сонымен емдейміз енді. Құдай қаласа. Біз де қателігімізді түсініп отырмыз қазір сіз айтқаннан кейін. Иә. Бірақ менен емделгеннен кейін әжептәуір жақсы болдың ба, жаман болдың ба? Ашық айтшы. Түпай жақсы болдым. Өйткені мен бұл жерге келген кезде таблетка дәрі ішіп келдім ғой мен сізге дейін. Иә. Өттікін, ананыкі, мынаныкін жағында. Сөйтіп сізге келгеннен кейін бір 5-6 күннің ішінде уже жағдайым, денем, жүріс-тұрысым, уже тамақ ішісім, қозғалысым 70-60%-ке өзгерді, бірден өзгерді. 5-6 күннің ішінде уже. Мен содан кейін сіз берген дәрілерді ішіп жүрдім ауылда, кішкене режимімді сақтадым. Шөп дәрілер, тек қана шөп дәрілер. Қолдан жасалған дәрілер. Содан кішкене уже салмақ тастай бастадым. Мен 18 келі салмақ тастаппын, 1,5 айда сіздің негізбен жүрген кезде ше. 1,5 ай уже майдың аяғына дейін почти 18 келідай салмақ тастадым. Сініп келгенсің ғой. Иә. Сініп келгенсің, иә. Енді Нұрсұлтан қорқатын ештеңке жоқ. Жақсы боласың. Енді бұл өте қиын жағдай, білмеген адамға. Мысалы, уыс дәрі іштім деп отыр Нұрсұлтан. Уыс дәрі бізді не қылады? Рас, дәрі ішу керек болады. Бірақ та уыс дәріні ішіп бергеннен сіздер дәрінің аурудың симптомын ғана басасыздар. Ал ауру сол бойынша қалады. Сондықтан өйткені дәрігер де айтады, мына аурудың симптомын емдейсіздер, мінекей мына емделесіздер дейді. Бірақ одан кейін үйге бізге ем береді ғой. Иә? Ем береді, мынаны тамақ ішесіздер, жаңағы өздеріңіздің өмірлік күнделікті ұстанатын дүниенің барлығын қай дәрігер болмасын айтып береді. Бірақ біз соны ұстамаймыз да, ары қарата ауырып қалатынымыз содан болады. Болды. Мысалы, жаңа ғана бір асқазан ауырған адам келді, 14 күнге береді. Асқазан ауруына дәрілерді мысалы дәрігер 14 күнге береді. 14 күннен кейін ары қарата өзі ұстау керек болды. Не істеп жүрсің? Бұл дәрінің бәрі ішті, мен жазылдым ғой деп жүредім, қайттан ауырып қалдым дейді. Нанды да жеген, майлы тамақты да жеген, оның барлығы ауыртады. Сондықтан ары қарта емдеу бір
Емдегеннен кейін адам өзін өзі күтіну, ол тағы да емдеуден үлкен рөл атқарады. Көрдің ба Нұрсұлтан? Ары қарата адамның өзінен. Сол емдеп береміз. Мысалы дәрігер 14 күндік ем берсе асқазанға, мен мысалы 8 күндік емді, бірақ мен айта кеткім келеді сіздерге, адамның организмі бірімен бірі байланысты. Сондықтан менің өзімнің комплексный лечением бар, авторский лечением. Міндетті түрде мен тек қана Нұрсұлтан келсе асқазан ғана емдемеймін. Асқазаны ауырған, ішектері ауырған адамдардың мына буын-буынында салбырай бастайды. Болды ғой сенде оның бәрі. Аяқтары қақсай бастайды. Әлсіздік, түнне аяқтарының бәрі бір қан жүрмеген сияқты жыбырлайды, иә? Иә, тізеден. Соның барлығы. Енді сондықтан барлығы организмді бірге емдеймін. Өзімнің емдеу тәсілім сондай. Мысалы, кейбіреулер айтып жатады, менің иығым ауырды дейді. Маған келеді үш жерде жігіт. Менің иығым ғана ауырды, иығымды ғана емдеңіз, басқаны білмеймін дейді. Мен емге алмаймын. Өйткені менің емдеу тәсілім, адамды жазу тәсілім бөлек. Сондықтан талай жігіттер келеді, ане күні бір жігіттер теге ерегісіп те қалды. Менің иығым ғана ауырып тұр ғой, иығымды ғана емде дейді. Ал емдеп көр, ол иықты ғана. Ол мойыннан болуы мүмкін, ол басқа жағынан болуы мүмкін, ол қолдан да болуы мүмкін. Сондықтан мен енді бір ақыр емделгеннен кейін адамдар бет алып келуін қиын ғой мысалы. Нұрсұлтан маған жазғанына бір апта болдым ғой, 10 күн болды ғой деймін. Бір аптадан асты. Бір аптадан, иә, 10 күннің айналасы болды маған жазып жүргенінде қайта-қайта. Мен Нұрсұлтанмын, өссем қайтеді, былай бүйтсем қайтеді дейді. Бүгін аяғы уже жаңағы чистка алғаннан кейін ішкі құрылысы қайттан ауыра бастаған, ішкен тамағын жаңағы сіңдіре алмай, қорқыныш пайда болған, содан кейін бүгін келіп отыр. Сондықтан әрқайсыңыз емдеу жолымыздың өзін ұқыптап, кішкене айтқан нәрсені орындап емдеу керек болады. Нұрсұлтан жақсы боласың, Алла қаласа сен. Қорықпай-ақ қойың. Нұрсұлтанның ішкі құрылысының емделуіне 1,5 жыл уақыт керек. Өйткені біз 8-ақ күн емдеп жібереміз, 6 айда кел деп айттым ба саған? Айтқан жоқпын ба? Айттыңыз, кел деп айттыңыз. Мен оның өзімнің неме келе алмадым, жаңағыдай жұмыс бар, басқа бар. Енді қазір рет келіп тұр ғой енді осыған. Келе алмаған күнде де Нұрсұлтан маған мысалы, мен бұл адамды емдедім, кете бер демеймін. Нұрсұлтан маған үні бойы жазып отырды, сообщениемен, хабарламамен жазып отырды. Өйткені сен мынаны істедің деп ақыл кеңесімді айтып отырам. Сондықтан мен емделген адамдар қараусыз қалмайды ешқашан. Білікті және білімді емделетін болса, жазылмайтын ауру жоқ. Тікелей келген ауру болмаса, барлығы да жазылады деп ойлаймын. Аман болайық, дұрыстап емделейік. Аман сау болыңыздар.